Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен қоғамда көп талқыланып жатқан тақырып туралы сөз қозғағым келеді. Бұл туралы қарапайым халықтан бастап танымал саясаткерлер мен сарапшылар пікір білдіріп жатыр. Сөз Конституциядағы үлкен өзгерістер туралы болады. Өзгеріс нақты айтсақ 31 бапқа түзетулер енгізу мен 2 жаңа баппен толықтырудан тұрады. Ендеше сіздерге алдағы ауқымды 10 өзгеріс туралы айтайын. 6 баптың 3 тармағы қазіргі заң бойынша жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Реформадан кейін мұның барлығы халыққа тиесілі болады. 15 баптың 2 тармағы ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы заңмен белгіленеді. Жаңа заңда қазақстандықтар қолдау көрсеткен жағдайда өлім жазасына тыйым салынады. 43 бап ең маңыздыларының бірі. Бұл ескі Конституцияда жоқ, бірақ жаңасында пайда болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының президенті өз өкілеттілігін жүзеге асыру кезінде саяси партияда болмауға тиіс. Қазақстан Республикасы президентінің жақын туыстарының саяси мемлекеттік қызметшілер, квази-мемлекеттік сектор субъектілері басшылары лауазымдарын атқаруға құқығы жоқ. Ал осы баптың 4 тармағы мүлдем алып тастау жоспарланып отыр. Қазақстанның тұңғыш президентінің мәртебесі мен өкілеттілігі республика конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады. Парламент, әсіресе мәжіліс күшейеді. Бұл туралы мемлекет басшысы өз жолдауында айтқан болатын, бірақ қазір оны заңнамалық деңгейде бекіту жоспарланады. Енді мәжіліс аралас сайлау жүйесі бойынша 107 депутаттан емес 98 депутаттан тұратын болады. Себебі Қазақстан Халқы Ассамблеясының квотасы мәжілістен сенатқа ауыстырылып 9 депутаттан 5 депутатқа дейін қысқартылды. Бұл 50 баптың 3 тармағы. 4 бөлім Конституциялық кеңес конституциялық сотқа ауысады, яғни кеңес беруден нақты іске көшеді. 72 бап түзетулерде конституциялық сотты қайта құру және оған жүгіне алатындардың шеңберін кеңейту ұсынылады. Бұлар ең алдымен ел азаматтары, бас прокурор және нормативтік құқықтық актілерді тексеру жөніндегі адам құқықтары жөніндегі уәкіл. Сонымен қатар омбудсменге иммунитет беріледі. Ол тәуелсіз және ешқандай мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға есеп бермейді. Бұл жаңа 83 бап. Әрине, егер мақұлданатын болса. 87 бап. Егер түзетулер қабылданса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың әкімдерін өңір немесе қала мәслихаттары депутаттарының келісімімен президент баламалы негізге тағайындайтын болады. Яғни кемінде 2 кандидатура ұсынылады. 91 бап 2 тармақ. Конституцияда белгіленген мемлекеттің тәуелсіздігі, республиканың бір тұтастығы мен аумақтық тұтастығы, оны басқару нысаны, сондай-ақ тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы іргесін қалаған республика қызметінің түбегейлі принциптері және оның мәртебесі өзгермейді. Ал жаңа Қазақстанда бұл заң бұлай өзгереді. Конституцияда белгіленген мемлекеттің тәуелсіздігі, республиканың бір тұтастығы мен аумақтық тұтастығы, оны басқару нысаны, республика қызметінің түбегейлі принциптері өзгеріссіз болып табылады. Осылайша елбасы және тұңғыш президент мәртебесі жаңа редакцияда толық алынып тасталынады. Жалпы конституциялық реформаның саяси мәні бұл суперпрезиденттіктен конституция негізінде президенттік басқаруға көшу. Міне достар, бізді осындай үлкен өзгерістер күтіп тұр. Әрине, егер біз, қазақстандықтар, бұл түзетулерді қолдайтын болсақ, референдум 5 маусымда өтеді. Сол жерде бәрі де шешіледі. Осы тақырыпта пікірлеріңіз болса жазыңыз, лайк басыңыз және бұл видеомен достарыңызбен бөлісіңіз.